компаниямыз тегін тіркеліп қой, тек қана удостоверение емес, сотовый телефон арқылы да. Енді компанияға адамдар 3 түрлі болып келеді. Бір адамдар келеді, тек потребитель боламыз дейді. Потребитель дегеніміз тұтынушы. Мына каталогтегі заттарды тек өзіне алып тұтынып отыру үшін алады да. Ал екінші адам келеді, сатушы адам келеді да. Сатушы дегеніміз мына каталогтегі магазиндерге, мекемелерге, әр жерге барып, адамдарға заказын жинап, сатады. Ол ортадағы тек разницаны көріп отырады. Үшінші адам келеді, бизнес жасау үшін келеді. Бизнес дегеніміз үшін бұл жерде айлық емес, табыс табу үшін келеді да. Табыс табу үшін адамдар компанияда бұл жерде 3 мақсаты бар дейді. Бірінші мақсаты өзің 50 балл жасап, тұтынушы бол дейді. Сен мына каталогқа тіркелдің, тіркелгеннен кейін өзіңе керекті алып тұтынасың. Тек фаберлік емес, сен бұрындан басқа магазиннен алып жүрген шампунь, порошок, зубной паста, киім деген заттың барлығын магазинда ауыстырасың деп. Сосын айтады, екінші мақсаты бар, адам шақырасың. Адам шақырудың тәсілі әртүрлі. Әр адам өзіне қалай ыңғайлы солай шақыра беруге болады. Біреулер Инстаграм арқылы шақырады, кейбіреулер жоқ контакт, танысы, танымайтын адам деген сияқты әртүрлі жолмен шақырады. Және үшінші мақсат оқу дейді. Оқу және оқыту. Мына бизнес жасаған кезде міндетті түрде осы екеуі болу керек. Оқу каталогтен басталады бірінші да. Товарларды біліп, оқып қараған, ол да оқып жатады. Оны шақырған адамдар айтамыз. Осындай шақырылған жерлерге келіп оқу керек. Ертең воскресенье күні әр каталогтан кейін құттықтау кеші болады, соған да келіп қатысыңыз. Онлайн, офлайн обучение болып жатыр да. Осы үшеуі қатар жүрген кезде уже сізде бизнес жүреді. Енді компания айтады, өзің 50 балл жасадың дейді. 50 балл дегеніміз 22 мың мен 35 мың теңге шамасында болады. 50 балл заказ беріп, осы аралықта болады да. 22 мыңнан жоғары қарай өші. Сен тіркелген адамдардың барлығы 20% скидкамен товар алады. Ал 50 балл жасап, келесінен бастап 26% скидкамен товар алып отырасыңыз. Каталогтегі бағадан 26% скидкамен алып отырасыңыз товарды. Енді бірінші мақсат жаңағы 50 балл жасау ғой. Өзіңіз бір адам шақырасыңыз. Ол да 50 баллға жасады дейді. Общий командамен 100 балл болған кезде компания жаңағы 100 баллдың 3%-ні сізге ақша алып есептеп береді. Жаңа айттым, 1 баллды 300 теңгеге табыс қылып есептеп береді. Сонда 100 баллды көбейтіп 3%-ке, оны 300 теңгеге көбейткенде шамамен осы ақша шығады. Сен келесіде екінші адам шақырасың. Ол да 50. Мына шақырған адамды адам шақырады. Бұлардың барлығы сенің командаң болады уже. 200 балл жасасаң, уже 6% төлейді компания. Оны 300-ге көбейтеді да, шамамен 3600 теңгеге ақша түседі уже. Енді сен мысалы үшін оны адам шақырдың, ол тағы адам шақырады. Сен тағы шақырған адамды бұған тіркеп көмектесесің да, командаң өсе береді, сен күнде адам шақырып отырасың. Шамамен бір 600 балл жасаған кезде 9% есептеп береді, оны 300-ге көбейткенде шамамен 6700 теңгеге түседі уже. Командаң өсіп жатыр ғой. Сіз шақырған адамдарды адам шақырады. Бұлардың барлығы команда ол есептеледі. Сіз де күнде адам шақырасың, бұған тіркеп көмектесе бересіңіз. 1000 балл жасаған кезде 12% есептеп береді, оны 300-ге көбейткенде шамамен бір 36 мың теңге. Ровно 36 деген емес, товар оборотын процентін есептеп береді. Қандай уақыт көлемінде шақыру керек, или не важно ма? Не важно, бір күннің ішінде ма, 10 күннің ішінде ма? Өзің білесің. Күнде шақырсаң тездесесің да, біз күнде шақырып отырған жақсы. 1500 балл болған кезде 15%-ті бұны 300-ге көбейткенде шамамен бір 67 мың теңге шамасында болады. Бұл сіз ежемесячный да айтасыз ба, или қалай каждый каталог? Каждый каталогта да? Осы 1500 балл 15%-ке келген кезде ИП ашылады, банктен счет ашып, компаниямен договорға отырып, ақшаны қолма-қол алуға болады уже.
Ал осыған дейін ақша регистрация номеріміз бар ғой өзіміздің кеше тіркелген кездегі соған түсіріп тұрады товарды скидканы алып отырамыз. Сосын осы 15% келген кезде аналық бонус беріледі. Аналық бонус декретті. Декрет не? Бұл бір балаға 7050 теңге төленеді. 2 или одан да көп бала болса 14100 теңге. Жылына 18 рет алып отырасыңыз. 18 дегеніміз бізде каталог бір жылда 18 рет жүреді. Бір жылда 12 ай ғой, бірақ 18 рет аламыз. Бізде каталог, мына каталог 2 апталық. Бірақ бір жылда 16 каталог, 3 апталық, 2 каталог, 2 апталық болады. Өзінің бәрін дата жазылып тұрады мына жерде. Сосын келесіде 2000 балл жасаған кезде 19% есептеп береді. Ол шамамен 117 мың теңге. Кандидат директор боласыз, егер сіз уже 3000 балл жасаған кезде. Бұл 23%-ті 150 мен 200 мың теңге шамасында. Кандидат директор деген 3000 балл. Тек өзіңіз 50 жасайсыңыз. Командамен 3000 жасау керек та. Сіз уже мына жерде 3-ші линия. 3 адам тіркейсіңіз. Үшеуі де 50 балл жасады да. Сіз бұлар адам тіркеу көмектесесіңіз. Бұлар өздері адам шақырады да. Общий командамен 3000 жасаған кезде уже директор атанасыңыз. Бір каталогта емес па да? Бір каталогта. Сіз мысалға жоқ, бүгін емес, сіз бірнеше каталогтен кейін жасасаңыз да болады. Каталог түгенен. Қайтадан сұрақ, қандай түсіндірдің ба? Жоқ, 3000 нені бір каталогтан сразу жасауым керекпін ба? Или, например, бір каталог 2 апталық, то есть 2 аптаның ішінде жасау керек па сонда? Иә, 2 апталықтың ішінде. Мына ақша дейтін, каждый каталог жабылады ғой. Компания сен қанша балл жасадың, соны есебін шығарып беріп отырады. Ал сосын бір айда, например, бір каталогтан жартысын жинадың или жаңағы бонусың жетпеді, келесі каталог ашылған кезде мынадағы күйіп кете ме? Күймейді. Саған уже табысын есептеп береді шотыңа да. Ол тұра Сен береді. осы каталогтан 1000 балл жасадың да, 23-не дейін да. 3600 жібереді. 1000 балл жасадың. Каталог жабылған кезде компания есептейді, сен қанша балл жасадың, соның процентін есептеп шотыңа салып қояды. Сосын келесіден 2000 жинасаң, анау бәрі бірге қосыла ма, қосылмай ма? Қосылмайды. То есть совокупно емес, әр каталогтың бөлек жинақ. Сен бұл жерде 50 балл товар аласың, адамдарда бізде бітіп тұратын товар ғой, крем аласың, бір осы жол, духи аласың деген сияқты да, күнделікті тұтынып жүрген заттар ғой. Бірақ 22 мың мен 35 мыңның аралығында болу керек ол. Сен мысалы үшін бірінші осындай суммаға аласың. Келесіде уже сен Команда команда сондай жиналып суммаға алу керек. скидка жасап тұрады да, келесіде уже ары қарай оңай болады да. Анадан скидку аналар тұрады да, сонда бір Аха, сәтте 100 балл 16 900 теңге түсе ма, анадан еще скидка жоқ. Сен мысалы үшін қазір өзің 50 балл жасадың, бір адам тіркедің, общий 100 балл ғой. Сенде 900 теңге түсті. Келесіде 22 мыңға заказ берсең, сен уже 21 мың теңге. Ал если астындағы адамдар 50-ге жасамаса, например, біреу 2000 теңге жасайды, біреу 5000 теңге жасайды. Иә, дұрыс. Бірақ 5000-нан асқан жақсы. 5000-ға жетпесе скидка жасамайды да. Балы қосыла береді. Бірақ 50 балдан сіз аз жасасаңыз, мыналардың балы сізге қосылмайды. 50 балл жасау керек обязательно. 50 балл жасаған кезде мына ақша есептеліп қосылады сізге да. Ал кейбір жаңағы потребительдер мысалы үшін мен 50 балл жасасам